ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Иә, өзіңіздің ұстаздарыңыз жайлы айтып өтсеңіз осы тақырыпта. Енді мен жалпы өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңнен ақылың екі жақтап деп осыған сүйенемін. Өзімнің еңбегіме сүйенемін, көп еңбектенемін. Және бір нәрсені айтарда, жасарда жан-жақты саралап ойлаймын, салмақтаймын. Ол кейбір айтылуға тиісті істерді 6 айға дейін саралаймын. Ойланып барып жасаймын. Ойланбай шешім қабылдамайын. Өйткені бұл өмірде адамды ренжітіп алсаң, оны қайтадан табу қиын. Бір енді кез келген дүниені сатып алуға болатын шығар, бірақ мына адаммен сыйластықты сатып ала алмайсың. Сондықтан да ол жағына келгенде саралаймын. Ал жаңа қасымдағы әріптестеріме келетін болсақ, мен өзімнің қалада 100 жылдық тарихы бар. Келесі жылы біздің мектепке 100 жыл болады. Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16 мектепте істеймін. Бұл мектепте енді талай ғалымдар шыққан, талай ақын жазушылар шыққан. Мына Қазақстанның түкпір-түкпірінде, әлемде еңбек етіп жатыр деп айтуыма болады. Осындай, мысалы, Қасым Аманжолов атақты ақын біздің мектепте оқыған, Жамақаев біздің мектепте оқыған, өнер саласын алатын болсақ, талай спортсмендеріміз бар. Сондықтан да мақтанышпен мына мектептің атын асқақтатып тұрған біз шәкірттерімізбен мақтанамыз. Сондай-ақ қазір қызмет етіп жатқан өзімнің тіпті жалпы мектепке тоқтамасам да өзімнің қасымда қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдерін алсам, онда мысалы Нұрлыбаева Жанар Нұрахымқызы деген мұғалім бар бізде, абайтану оқулығының авторы, 11 класс қазақ әдебиеті кітабының авторы, әдістемесінің авторы, Есенова Жанар Есенқызы, Рауия Қалыбекова, Жұмабекова деген мұғалімдеріміз бар. Бұлар биыл осы қыркүйек айында шығатын абайтану оқулығының авторлары біздің мектепте. Алла сәтін берсе. Одан кейін Ажығужина Маржан Дәуітбекқызы, ол кісінің баласы республикадан, мәнерлеп оқудан республикадан күміс медальмен келген. Осындай жаңағы тынымсыз еңбектенетін сондай бір ортада мен қызмет етіп жатырмын. Өзім енді бұл мектепті мақтан тұтам, мықты тарихшыларымыз бар. Айтқазы, Алтынгүл Айтқазықызы деген, Амангүл Тоқабековна деген мықты тарихшыларымыз бар. Енді математикада мықты Талғат деген, Мейіржанұлы Талғат деген кереметтей мықты мұғаліміміз бар. Осы бүкіл қала біздің мектепке келген кезде сол математикада оның осындай мықты мұғалім бар деп келеді. Одан кейін бастауыштан Шұғыла Тұрысбекова деген мұғаліміміз бар. Оның алдына енді 1 классқа ол Тұрысбекова биыл бала алады деген кезде 1 классқа. Тура Семейдің түкпір-түкпірінен келеді ғой, алдына тура 30 бала оның алдында әзер тура солай отырады. Енді мықты мұғалім. Оның Тұрысбекованың, Шұғыла Тұрысбекованың 1 класста алған баласының, егер ол 30 бала алса, соның 27-сі математик болып шығады. Дәл осы Тұрысбекованың класынан болашақ олимпиаданың егерлері, халықаралықтан олимпиаданың егерлері осы класстан шығады. Кереметтей енді бір тынымсыз адамдар болады ғой, бір өз кәсібіне келгенде бір тынымсыз адам. Осындай адам бұл кісі. Расымен де осындай ұстаздардан білім алған шәкірттер, ол тек қана республика көлемінде емес, халықаралық додаларда сайысқа түсетін шәкірт болуларына тілектеспіз. Енді менде мынандай сұрақ. Тәртіп бұзған оқушыны бұрышта тұрып жазалау қаншалықты дұрыс? Бұл енді баршамыздың басымыздан өткен шығар. Енді бұрынғы кезде тәртіп бұзған оқушыны өзіміздің заманымызда да бұрышқа тұрғызды. Сол бәлкім ана бұрыш деген нәрсе өзі бір жақсы энергияда беретін шығар деп ойлаймын енді. Ол заман бөлек заман болды ғой.
Ал қазіргі кезде баланы жазалау, бұрышқа тұрғызу деген нәрсе ол мүмкін емес нәрсе. Неге десеңіз, егер бала бір бұзықтық істесе, оның себебін жан-жақтан қарау керек. Ол неге бұзықтық жасады, ол сол уақытта неге сабақта ол бос отырды. Бұған кім кінәлі деген дүниені жан-жақтан қарау керек. Бұл арада үштік одақ мықты болу керек болып тұр ғой. Сонда оқушы да, ата-ана да, мұғалім де бірлікте болу керек. Егер осы үшеуі бірлікте болатын болса, жаңағы тәртіп бұзатын оқушы бола бермейді. Себебі оқушы ойлайды, мен қазір бір тәртіпсіз нәрсе жазсам, мұғалім ата-анама жеткізіп қояды. Ал менің сөзімді бәрібір ата-анам сөйлемейді. Өйткені үнемі айтып отырады, саған қажет нәрсе білім, сенің өміріңе қажет білім дегенді айтып отырады. Сондықтан менің сөзімді сөйлемейді деген балада ой болу керек. Сондықтан да осы үштік одақ мықты болған кезде бала тәртіпсіздік жасамайды. Ал қазіргі кезде баланың кішкентай өзі психологиясы да, мінез машықтары да өте бір әлсіз ғой олар. Қазір өзін-өзі қол жұмсапты, өзін-өзі солай істепті дегендер кездесіп қалады. Бұрынғыдай емес, кездесіп қалып отырады. Сондықтан да бұлар әлі ақыл тоқтатпаған балаларды соншалықты жазалау деген ол дұрыс нәрсе емес. Оның өзі әлсіз мұғалімнің ісі деп ойлаймын. Кез келген баланы тәртіпке шақырған кезде, енді ол қандай жағдайда болса да, егер бала мұғалімді жақсы көріп тұратын болса, ол сенің сабағыңды жақсамайды. Әлсіздік жасамайды, себебі ол біледі сенің жақсы көретініңді. Сондықтан ол сол жақсы көретініне қаяу түсірмейін деп ойлайды. Кез келген бала. Ол қандай бала болса да, сол кішкентай баланың өзі соны ойлайды. Сондықтан да ең алдымен бала осындай нәрсе жасаса, онда мұғалім ойлану керек. Алдымен бала емес, мұғалім ойлану керек. Неге бұл менің сабағым үстінде жасады деген нәрсе. Тамаша. Расында да баршамыз кезінде жақсы көретін мұғалімдеріміздің алдында сотқарлық жасамауға тырысатынбыз. Гүлнара ханым, бүгінгі бағдарламамызға келіп осындай салиқалы сұхбат бергеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Өзіңіздің қала тұрғындарына деген ыстық лебіз тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Енді мен мына сұхбатқа бір қасиетті Рамазан айында келіп отырмын. Сондықтан қала халқына, отбасыларына амандық тілеймін, тыныштық тілеймін. Қаламыз өсіп, өніп, көркейіп, Қазақстан көлеміндегі бір ерекше сәулетті бір тарихи орталық, сондай бір сәулетімен көркі жарасқан қала болсын деп тілек айтқым келеді. Осындай қалада ұрпақтарыңызбен мақтанып, өсіп өркендей беріңіздер дегім келеді. Сондай-ақ өзімнің әріптестеріме биылғы мына аяқталып келе жатқан оқу жылымыз табысты аяқталсын. Келесі оқу жылында шәкірттерімізбен қауышып, бір үлкен бір қуанышпен оқу жылын бастайық дегім келеді. Тамаша, рахмет. Сізге де жақсылық, табыстар тілейміз. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Артыңыздан сіздің жолыңызбен артыңыздан еретін шәкірттеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Өздерінің түрлі жеңістерімен қуантып жүре берсін.